Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен лаваштан жасалатын пицца дайындаймыз. Алдымен барлық ингредиенттерді былай дайындап аламыз. Соус ретінде мен майонезбен томатты араластырып жасаймын. Майонезбен кетчупты араластырып жасаса да болады. Енді формамызды алдын ала сары маймен жағып шығамыз. Енді осы формаға бірінші қабат лавашымызды саламыз. Одан кейін мен қаймақ жағып шығамын, сметана яғни. Бірақ қаймақты жағу міндетті емес. Содан үстіне ірімшігімізді сеуіп шығамын да келесі қабат лавашымды қоямын. Енді бұның үстіне жаңағы дайын болған соусымызды араластырып, оны бүкіл жеріне жағып шығамын да алдымен бірінші пиязымды салам. Одан кейін қызанағымды салып шығамын. Одан кейін болгар бұрыштарын салып шығамын. Оның үстіне жүгерімізді салып шығамын. Мінекей осылайынан барлығын жақсылап салып шығамын. Ең бетіне жаңағы қалған ірімшігімізді салып шығамын. Жақсылап тұрып біркелкі қылып осылайынан үстіне сеуіп шығамын. Мінекей осымен біздің пиццамыз дайын болды. Енді оны 180 градуста 15-20 минут духовкада пісіріп аламыз. Дайын болған пиццаның қамыры өте жұмсақ, жұқа болып шығады, керемет дәмді пицца болып шығады. Салмасын өздеріңізге ыңғайлы түрде шұжық қоссаңыздар да болады, әртүрлі қылып жасасаңыздар болады. Мінекей өте керемет, өте дәмді пицца. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.